LX 470-тің амортизаторлары негізі маймен жұмыс жасайды. Соты крузакта простой амортизатор болады. LX-тің системасы жалпы гидроподвеска болады. Енді халықтың арасында пневма деп аталып кеткен насосы болады капоттың астында, және әр амортизаторға отдельно гидроаккумуляторлар болады, груша деп аталады домалақ, и сосын мына амортизаторлары маймен болады. Енді машина көп жылдар болды, 2007-нің өзін санайтын болсақ 19 жыл болып қойды. Ол кейінгілері. Енді ол система әбден кейбір кісілерді шаршатады. Региондарда оны жасайтын сервис табылмайды. Сол кездегі шешім оған осындай соты крузактың обычный амортизаторларын салып жіберуге болады. Біз енді мына жерде усиленный салдық, қазір көрсету үшін, бірақ осы жерде мына жай амортизатор тұрады. Жай простой 4 амортизатор аласыздар. Сосын артқы пружинасы LX 470-тікі жіңішке болады. Ал соты крузакта мына 17 миллиметрлік болады. Осындай екі пружина салынады, 4 амортизатор салынады. Сосын мынау торцон деген лом. Торцон деген LX 470-те жіңішке болып жүреді. Крузактікі жуан болып жүреді. Бұл алдында пружина болмағандықтан, бұл алдын осы торцондар көтереді. Осы екі торцон, артқы екі пружина и 4 амортизаторды ауыстырасыз, болды. Ешқандай проблемасы жоқ. Қалған системаға тиіспейсіздер. Тұра берсе де ол ешкімге кедергі келтірмейді. LX 470-теріңіз дәл соты крузак сияқты, подвескасы мүмкін енді біреу үшін жесткий, біреу үшін нормальный. Қалалық жерде ол сезілу мүмкін, ал далалық жерде ешқандай айырмашылығы жоқ. Үстіп ауыстырып тастауға болады. Оның қосалқы бөлшектерін авторазбор Арсенал Парстан таба аласыздар, номер описаниеда.